Бүйтейік. Так, достар, біз бүгін бұйырса әрі қарай кесе тақырыбын жалғастырамыз, яғни таблица, иә. Біз алдына таблицаны қосып үйренген болатынбыз. Таблица кез келген жерде қолданады, иә. Біз айттық оны, біз жаңа әсіресе бір админка жасаған кезде, әсіресе бір отчет жасаған кезде, сондай бір материалды, ақпаратты жүйелегілеріңіз келетін болса, бір форматта ол таблица болып қолданады. Біз таблицаны көбіне админка жасаймыз, админский панель деп атайды, соны жасаған кезде қолданамыз. Бүгін бұйырса әрі қарай жалғастырамыз. Бағанды біріктіру, қатарды біріктіру, кестеге стиль қосу деген үш сабақ болады. Және де мына төртінші сабақ тест, сосын бесінші сабақ сайтқа видео қосу деген болады. Бұл да қызық тақырып. Бұйырса мына жерде көресіздер қалай видео қосуға болады сайтқа. Жалпы осы туралы болады, соны қарап шығасыңдар, достар. Баған қосу, қазір мен нені түсіндіріп жіберейін. Так, бізге бағанды біріктіру, қатарды біріктіру, кестеге стиль қосу, осы сабақтар, иә. Бүгін бұйырса қарасаңыздар, мынау біздің кестеміз, иә. Кестеде не бар? Үш қатар бар, бірінші, екінші, үшінші қатар бар, және бағанның саны, қарасаңыздар, бірінші қатарда екі баған, және ары қарай уже екі, үшінші қатарда бізде үш баған болып кетті. Демек, біз мына бір мен екінші бағанды біріктірдік, достар, біріктірдік. Оны біріктіру үшін, достар, біз былай істейміз. Мынандай бір атрибут бар, call span деп аталады. Call деген сөз, ол column деген сөз, column деген сөз, немесе ол баған деп аударылады. Баған. Екі деген сөз, қанша баған біріктірейін дейді. Қарасаңыздар, біз name деп жаздық, және менен бастап қанша бағанды алайын дейді. Екі бағанды біріктір дейміз. Сөйтіп, екі деген санды жібереміз. Егер де үш бағанды біріктіру керек болатын болса, мысал ретінде біз үш деп жазамыз, достар, иә. Қарасаңыздар, қалған структура өзгермейді. Өте жеңіл, иә. Бұл біздің бағанды біріктіруге байланысты. Бұл да көбіне мысал ретінде бірінші ат, екінші ат деп тұрмайды. Фамилия немесе фио деп жазады бізде ақпараттарда, сондарда. Сосын фио дейді де мынандай бір ақпараттарды біріктіріп тастайды. Мысалы, аты, жөні және тегі дегенде, иә. Үш бағанды біріктіру керек болса, біз фио деп біріктіреміз. Бұл бағанды біріктіруге байланысты. Ары қарай, достар, бізде мынандай қатарды да біз біріктіре алады екенбіз, иә. Қарасаңыздар, бізде мына жерде абай жолы, бір, екі, үшінші қатар, және мынандай абай жолы деген нәрсені біз біріктірдік, иә. Міне, екі мен үшінші қатар бізде бірігіп кетті. Демек, мынандай дүйсенбі күні біз бұл жалпы не туралы, тапсырмалардың таблицасы, кестесі. Дүйсенбі күні мен 10 бет оқыдым, қандай кітап, абай жолы. Сейсенбі күнде не оқыдым, 25 бет оқыдым. Абай жолы, абай жолы бекір жазғанша, ол қатарларды біріктіруге болады. Жаңағы жерде біз call span деген атрибут қолданған болсақ, бұл жерде сәйкесінше row span деген атрибутты қолданамыз, достар. Row деген сөз қатар деп аударылады. Row деген қатар. Міне, бізде мысалы қарасаңыз, абай жолы деген бар, ары қарай төмен қарай кетеді, қанша қатар біріктіргің келеді. Бұған екі дейсіз, мына екі қатарды біріктіргіңіз келетін болса, сөйтіп екі деп жазамыз, достар, иә. Бұл қатарды біріктіруге байланысты. Так, бұл да осындай. Және біз кішкене көбіне таблицалар стиль қосамыз, иә. Стильмен де жұмыс істейміз. Таблицаға да өзінше CSS ережелері бар. Өзіне тән CSS ережелері бар. Қарасаңыздар, достар, бізде мынандай бір неде таблицада ақпараттар бар, және мынандай бір және үшінші, бесінші, алтыншы, жетінші қатарлар осындай бір әдемі көк түске боялған, иә. Солай жұмыс істеу үшін бізде, достар, мына жерде қарасаңыздар, мынандай бір әдемі псевдоселектор бар. Иә, қайдан біз білдік бұл псевдоселектор екен? Мынандай бір қос нүкте қойдық, иә. Бұл осындай қос нүкте арқылы біз қандай селектормен танысқан болатынбыз? First child деген танысқан болатынбыз, last child дегенмен таныстық, иә. Nth child дегенмен таныстық. Міне, өзі келіп тұр, nth child. Even деген сөз, бұл тақтар деген сөз. Ағылшын деген аударған кезде тақ сан деген сөз. Яғни 1, 3, 5 ол тақ сандар болып есептелінеді. Ал 2, 4, 6 ол жұп сандар болып есептелінеді. Сөйтіп, тақ сан болған кезде біз айтамыз, мынандай бір ережелерді қолдан дейміз, иә. Сөйтіп, біз өзіне тән ережелер бар. Міне, ол мынандай бізде, мынандай even деп аталады тақ сандар үшін. Және де міне border collapse деген нәрсені біз таблицада қолдана аламыз, иә. Көрсеңіздер, мынандай бір бізде collapse деген границасы болмайды. Бұл таблицаға байланысты.
Бұны да аламыз үш сабақты. Сосын мынандай біз сайтқа видео қосу және сайтқа аудио қосу дегенмен танысамыз достар. Өте оңай, ештеңкесі жоқ. Қарасаңыздар, біз сайтпен жұмыс істегеннен кейін көбіне біз нелермен, суретпен жұмыс істеп үйренген болатынбыз, иә. Енді сол сияқты біз сайтқа не қоса аламыз достар? Сайтқа біз видео қоса аламыз, сол сияқты. Сайтқа аудио қоса аламыз, иә. Міне сайтқа міне видео қосу үшін достар, мынандай бір арнайы бізде тег болады, видео деп аталады. Видео деген тег болады. Ары қарай бізде width болады, оның өлшемі қанша болып, және height болады, ұзындығы, және control деген бар, ол сіздің жаңағы видео плеердағы батырмаларыңыз қосу, яғни play деген нәрсе бар, дауысын өзгерту деген нәрсе бар, бас болсын. Және мына жерде қарасаңыздар, келесі соның ішіне жазылатын нәрсе ол source деп аталады, иә. Source деген сөз, қарасаңыздар, бұл біздің нақты бір видео файлымыз, иә. Міне movie.mp4. Қайдан білдік біз бұл видео екенін? Біз мынандай бір өзінің видео форматы көрген екен. Бұл деген сөз, бұл видео файл деген сөз. Сөйтіп мынандай бір екі нені қайталап жаздық. Қарасаңыздар, айырмашылық тек қана мынандай бір неде, расширениеде. Екі файл жаздық. Екеуі де екі түрлі видео файл. Бірақ бір видеоның екі түрлі түсірілген форматындағы видеолар, былай айтқанда. Бұл не үшін істелінген? Бұрындары жалпы кейбір браузерлар мынандай бір mp4-ны поддержка жасамаса, келесі файлға көшеді. Келесі файл бізде ODD деген файл, деп. Сөйтіп, қанша жазам, соның бәрін іздеп шығады, қайсысы өзіне керек болады, қайсында поддержка бар, соны көрсетеді. Ал осыны біз жасап көрейік, простой мысал. Қарасаңыздар, так, мен оны жауып тастайын. Өзіміздің HTML деген папкаға кіреміз. Ары қарай мына жерде видео дейміз. Так, таблицаны да жауып жіберейін. Так, мына жерден жауып жіберейін. Бізде видео деген, жалпы сайтқа видео қалай қосуға болады деп отырмыз. index.html дейміз. Біздің өзінің әдет үйренген дайын инструмент қолданамыз. Және видео дейміз, сайтқа видео қосу. Біз не едік? Жаңа сайтқа видео қосу үшін қандай тегті қолданамыз едік? Біз видео деген тегті қолданамыз едік. Міне осы. Бірақ біздің қарасаңыздар, біздің мына бір файлдарымыз біздің папкамызда, видео деген папкамызда жоқ мүлдем. Оны қосу керек. Біз мынандай бір видеоны қайдан аламыз? Қазір көрейік. Мына жерде біз жүктеп қойдым екен. Міне бар екен. Осы жерге басатын болса, өзіміздің видео файлымызды аламыз, иә. Мына жерден скачать дейміз. Ары қарай мына файлды аламыз. Копировать дейміз. Өзіміздің мына бір папкамызға жүктеп қою керек бізде, видео деген папкамызға. Осы жерге кіреміз да, достар. Біз мына жерге өзіміздің алғашқы видео файлымызды жүктеп қойдық. Қарасаңыздар, аты movie деп аталу керек. Жақсы, movie деп атала берсін. .mp4. Енді біздің барлық дайын, біздің файлымыз дайын. Әдемілік үшін мынандай бір абсолютті жолды қолдану керек. Мына жерге де тура сол нәрсе істейік. Біздің структурамыз дайын, біздің видеомыз дайын. Енді тексеріп көрейік, жалпы қалай браузерда көрсетіледі. Міне, біздің сайтымызға видео қосты. Қарасаңыздар, міне, тура мынау нәрселер біз айтқан, міне, оның батырмалар, видеоға тән батырмалар бар. Ол батырмалар бізде мынандай бір старт, стоп, оның ұзақтығы, дауысты өзгерту, мынандай бір полный вид деген нәрсе бар. Міне, осылай біз видеоларды қоса аламыз, достар. Кез келген видеоны осылай сайтымызға қоса аламыз. Енді кішкене өзгешелікті айтып қойын. Мынандай бір, мысалы біз мынандай бір атрибутты алып тастасақ, не болады? Қарасаңыздар, бізде мынандай бір видеомыз бір сурет сияқты болады. Өйткені бізде мына толық батырмалардың барлығын біз алып тастадық. Сол үшін бізде сайтқа батырмалар болу үшін мынандай бір control деген біз атрибутты видео тегіне қосу керек бізде. Сөйтіп бізде мынандай мүмкіндік пайда болады. Жалпы видеоға тән осы. Оған тән тағы да бір нелері бар. Так, autoplay деген несі бар, қателеспесем, тексеріп көрейік. Так, осы достар, сәйкесінше осыған біз оның ұзындықтарын өзгерте аламыз, иә. Бұл да кәдімгі суретті өзгерткенде болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Видеомыз жүктелді. Енді бұл сайтқа видео қосуға байланысты аудио қосу. Сайтқа біз музыка ретінде аудионы да қоса аламыз, иә. Бір дыбыс қосқымыз келетін болса,
біз сайтқа достар аудионы да қоса аламыз. Міне сайтқа аудио қосу дейді. Қарасаңыздар, бізде сайтқа бұл жаңағы видео тегімен тура бірдей, бір ғана айырмашылық бар. Бұл жерде мынау аудио деген нені тегті жазу керек. Алдыңғы мысалда бізде видео болса, мұнда аудио контрол деген болды. Бұл батырмаларды көрсету үшін аудиоға. Оған сәйкес оның файлдары, иә, міне mp3 деген бар, аудио файлдар. Және мынандай бір расширениясында осылай жазып қойғанда дұрыс болады, браузер дұрыс жұмыс істеу үшін. Қарасаңыздар, міне тура осындай, міне визуал тұрғыдан біздің мына жерге play деген кезде аудиомыз көрсете бастайды, дыбыстала бастайды. Оның ұзақтығы және дауысында регулировка өзгерте аламыз. Және мына жерден жүктеу деген батырмасы бар. Міне достар, осылай сайтқа аудионымыз, видеоны да осылай қосамыз. Түк қиындығы жоқ. Бұны біз көбіне тоже нелерде қолданамыз, сайттарда қолданады. Мысалы ретінде анимированный сайттар болатын болса, немесе көбіне андай компаниялар болатын болса, немен разработкамен айналысатын болса, олар осындай бір сайттарына видео қосып қояды. Әдемілік үшін, көрнектілік үшін, жалпы біз видео мен аудиоменді қолданамыз практикада. Осы достар. Айырмашылық тура жаңа айтқандай, видео қосқымыз келетін болса, видео тегін қолданамыз, аудио қосқымыз келетін болса, аудио тегін қолданамыз, иә. Сабақ осы достар. Келесі сабақтан бастап бізде бұйырса, так, уақытмен жұмыс істеу. Қызық тақырыптар болайын деп тұр. Өте машалла. Мына сабақтар өте маңызды. Келесі сабақтар формаға байланысты. Форма деген сөз, бұл жалпы сіздің қолданушымен, соңғы қолданушымен байланысу үшін осындай бір форма элементтерді қосамыз, иә. Қарасаңыздар, так, тегін консультация, мына жерде, жоқ, мына жерде жоқ екен. Так, бір сәт. Қарасаңыздар, мен мына жерден оны, мына жерден табылған. Қарасаңыздар, мына жерде мынау тұр ғой, сабақты іздеу деген. Бұл біздің форма, input, яғни форманың ішіндегі input элементі. Мына бір элемент арқылы біз қолданушы не жазса, яғни қолданушымен байланысудың мүмкіндігі, былай айтқанда. Біз мына жерге қолданушы не жазса, соны ала аламыз. Соған сәйкес мына бір логиканы көрсете аламыз, иә. Бұл алдағы сабақта бұйырса. Достар, осы сабақ бұйырса, онда сұрақ бар ма? Өте жеңіл сабақтар негізінде. Үй жұмысы кестені 3 сабақ және видео, аудио. Так, жақсы достар, егер сұрақ болмаса, бұйырса, үй жұмысыға байланысты айта кетейін. Үй жұмысыға байланысты достар, біз бір видео жасаймыз. Сол жерде бір кәдімгідей аудиоға байланысты мен жасадым мына жерге, мына видео несіне, мысалы, сіз өзіңіздің видеоңызды жүктеп алып қойыңыздар мына жерге. Бір аудиоға байланысты достар, тура сондай нәрсе жасаңыздар. Аудиоға байланысты да, мысал ретінде бір музыканы ала салыңыздар, 5 музыканы бір сайтта көрсетіп қойыңыздар, иә. Сөйтіп бізде получается мына жерде video.html деген файл болады, ол жерде видеоны қоясыздар, audio.html дейді, ол жерде аудио болады, біздің музыка. Ары қарай таблицаға байланысты сіз алдыңғы мысалда жасадыңыз қой, бізде үй жұмысы болған алдыңғы мысалда кітапхана туралы. Сол жерде тағы да бірнеше бағандар қосыңыз, ол бағандарды біріктіретіндей қосыңыздар, иә. Мысал ретінде жаңа кітаптың авторы деген кезде мысал ретінде және кітаптың авторының, мысал ретінде кітапты оқыған адам деп болайық, оқыған адамның аты жөні деп бөлек жазылғанша кітапты оқыған деп бір немесе баған жасап қойық. Жалпы практикаға бұл жерде таблицаға мына бір бағанды біріктіру және қатарға біріктіру байланысты практика жасаңыздар, иә. Сонымен таблица тамам, сонымен біз видео қоса аламыз, сонымен аудио қоса аламыз, иә. Жақсы достар, бұйырса, жұма күні кездесеміз. Барлығына сәттілігі, сұрақ болмаса. Так, сау. Супер, Сауат мырза. Жақсы достарына сәттілік бұйырса, жұма кездесеміз. Барлығына сәттілік, күн жақсы өтсін. Сау болыңыз. Сау болыңыз, Нұржан апай.